Сәлем, достар. Сіздермен бірге шок факт арнасы. Және бүгін адам ағзасының ең таңғажайып құпияларын ашамыз. Ішегіңіз екінші ми сияқты жұмыс істейді. Сүйектеріңіз болаттан мықты. Асқазаныңыз әр 3-4 күнде жаңарып отырады. Бұл сіз ойлағаннан да керемет. Кеттік. Адам ағзасының таңғажайып құпиялары. Адам денесі табиғаттың ең күрделі әрі таңғажайып туындыларының бірі. Көпшілік біле бермейтін ғылыми фактілер адам ағзасының қаншалықты керемет екенін дәлелдейді. 1. Ішек екінші ми. Сіз ойлап көрдіңіз бе? Ішек жүйесі жай ғана тамақ қорытып қоймайды, ол нағыз екінші ми. 100 миллионнан астам нейрон ішекте орналасқан, бұл жылынан да көп. Ішек пен ми қалай байланысады? Ішек көңіл-күйге, эмоцияға және шешім қабылдауға әсер етеді. Серотониннің бақыт гормоны 90 ішекте түзіледі. Егер ішек микрофлорасы бұзылса, адамның көңіл-күйі де нашарлайды. Ғалымдар депрессия, алаңдаушылық пен ішек микрофлорасы арасындағы байланысты зерттеуде. 2. Сүйектер болаттан да мықты. Сіз сүйектеріңіздің болаттан да мықты екенін білдіңіз бе? Жақсы жағдайда жамбас сүйегі 8 тоннаға дейінгі салмаққа шыдайды. Неге сүйектер осыншалықты мықты? Кальций мен коллагеннің ерекше үйлесімі. Тығыз, бірақ кеуекті құрылым. Сүйек жасушалары үнемі жаңарып отырады. Бірақ сүйектердің әлсіз жағы да бар. Олар иілгіш емес, сондықтан оңай сынады. Қалпына келуі ұзақ уақыт алады. Жас ұлғайған сайын сүйек тығыздығы азаяды. Салыстырсақ, сүйек болаттан 5 есе жеңіл, бірақ мықтылығы тең. Егер адам сүйегі болат сияқты ауыр болса, қозғалу қиын болар еді. 3. Асқазан әр 3-4 күнде жаңарады. Бұл сізді таңғалдыруы мүмкін, бірақ асқазан үнемі өзін-өзі жаңартып отырады. Неге? Асқазан өте күшті қышқыл бөледі, тұз қышқылы, акал. Бұл қышқыл металл мен пластикті де еріте алады. Егер асқазан жаңармаса, ол өзін-өзі жеп қояр еді. Асқазанның қорғаныс механизмі. Шырышты қабат қышқылдан қорғайды. Жасушалар әр 3-4 күн сайын жаңарып отырады. Егер бұл процесс тоқтаса, асқазан жарасы, язва пайда болады. Қандай жағдайларда асқазан тез зақымданады? Стресс пен жүйке шаршауы қышқыл бөлінуін арттырады. Алкоголь мен зиянды тағамдар қорғаныс қабатын бұзады. Helicobacter pylori бактериясы асқазан жарасын тудырады. Қорытынды. Ішегіңіз тек тамақ қорытып қана қоймайды, ол көңіл күйіңізге де әсер етеді. Сүйектеріңіз болаттан да мықты, бірақ иілгіштігі аз, сондықтан сынғыш. Асқазаныңыз әр 3-4 күн сайын жаңарады, әйтпесе өз қышқылынан еріп кетер еді. Адам ағзасы таңғажайып. Бұл туралы бұрын білдіңіз бе? Қай факт сізді таңғалдырды? Жазыңыз. Қызықты болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Осындай қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Келесі видеода кездескенше.